Ассалаумағалейкум ағайын. Ал біздер өздеріңіз көріп тұрғандағыдай мойка самообслуживание дейміз. Қысқаша мойсам дейді. Бүгін кішкентай бір эксперимент. Осы Альфард көлігін жуатын боламыз бүгін. Осы мойсамға неше теңгеге, неше уақытта жууға болады. Сосын және де бұл жерде бір осмос дейтін су бар. Осмос дегеніміз ол обычный су, просто көп деген фильтрден өткен, бойында минералдар, дымдар жоқ. Кәдімгі простой суға қарағанда. Солмен шайған кезде ең соңынан із қалдырмайды дейді да. Енді соны тексеретін боламыз. Шын ба, шын емес па. Уже осы мойсамға келіп, порошокпен, шампуньмен шайғаннан кейін, жаңа осмосты ең соңынан шашсаң, машинаның сүртіп керек емес дейді. Соны тексеретін боламыз. Ал енді құрметті ағайын, машинаның жағдайын көріп тұрғандағыңыздай осындай лас болып жатыр енді. Жаңбырдан кейін Ақтауда осы 2-3 күн бұрын қатты жаңбыр жауып кетті. Содан кейін осындай болып жатыр. Көреміз енді қазір жуғаннан кейін неше уақытта қанша тиынға жуатынымызды. Ал жігіттер, ең бірінші ескерту, жалпы машина жойын деп жатқан кезде қатты айдап келіп тормоз басып келесіңіз, мына дискілер ысып келе жатырады ғой. Әсіресе алдыңғы диск тормозной. Сол қызып келген кезде көп су шашуға болмайды. Себебі тормоз басқан кезде көбісінің руль дірілдейді. Осының кесірінен болады жалпы. Ең бірінші ескерту. Сосын мойкаға кіргізген кезде машинаны қақ ортаға қойған жақсы. Үстіндегі трубаларымен қақ ортасында центрде тұрғаны ыңғайлы болады. Ал сағатты көрсетіп жіберейін. 6:50 сағат. Так, 500 теңге салып жіберейік. 500 теңге жету керек деген ойдамын. Мына жерде сосын QR-мен де төлеуге болу керек. Ал 500 теңге кетті. Ал ары қарай енді қараңыздар ал. Давай. Ал енді щеткамен аяқтарын бір қарайтып аламыз. Осыған қараю керек деп ойлаймын. Енді ондай жанталасып, уақытты үнемдеп не істейміз деп жатқан жоқпыз. Кәдімгі күнделік қалай жуып жүрік, дәл солай ғой. Соңғы көреміз, неше уақытта боламыз екен. Мен өзіме де қызық болып тұр. Неше уақытта жуып алатыным. Кәдімгі аяқтары дейтін балшықтан кір ағып жатыр ғой. Мына дискілер тазармайды шығар деп ойлап тұрмын. Балшық болып жатыр дискілер. Көреген вода под давлением кетіре ме екен, кетірмей ме екен. Енді осы пенаның ағып кеткенін күткен жақсы жалпы. Бесконтактный ма екен бұл? Кірдің бәрін езеді ғой жалпы. Енді осы пенаны шашам дегенше 50-де кірдік та 5 минут болыпты.
Жалпы енді көбісі айтады, астынан жоғары қарай жуған жақсы деп та. Себебі үстіндегі шампунь қазір астын шайған кезде асты ағып кетеді, содан кейін үстін шайған кезде тағы да екінші рет екінші слоймен тазалап кетеді дейді да. Соны да көрейік, может ол да дұрыс шығар. Ал давай, кеттік көрейік. Енді 500 теңге жетіңкіремей қалды. Тағы да бір 100 теңге салып жіберейік. Жалпы енді тек сумен шайсаңыз жетіп тұр екен 500 теңге. Тағы да біздер осымызды тексереміз ғой. 61 теңге қалған ба? И бош тағы воск дейтінді басып жіберді. Сосын паузаны ұстап тұр, тоқтат деген тоқтатасың. Алпыс теңге қалды жігіттер. Осымызды көреміз енді. Оппа, жетпей қалды ол. Тағы да онда 100 теңге салайық. Бір қапталына шаюға жетістік. Тез кетеді екен да мына осымызбен. Ал басып жібер ал осымызды. Бәр жеріне жақсылап жасайық. Басай тұра берсін. Ал енді уақытты көрсетейік. Так, 12 минут уақыт алыпты осы. Шайып болдық. Енді ары қарай шығарайық. Кішкене қойып қою керек дейді енді бір 5-10 минут қоя тұрайық. Оған дейін ішін тазалап алармыз.
Ал енді жігіттер машина сыртын шайып болдық. Енді ішін пылесоссақ, 100 теңге салып көрейік ең бірінші. Жете ме екен, жетпей ме екен көреміз. Так, бұл жерде секундпен береді екен. 1 секундтың 1 теңге сонда. 100 секунд түсіп тұр. Ал давай көрейік. Кетті. Енді бұл Альфардтың ковриктері мынандай кілем сияқты ғой. Сол үшін енді шешпейміз бұны. Шешіп керек емес. Постоянно осылай сорып аламыз ғой. Енді семейный машина болғасын, бұл машина енді кішкене іштері ласса болады. Бала-шаға мінеді, анау-мынау шаруаға бірдеңелер тасиды деген сияқты ғой. Так. Қара терге түсесің екен. Машина жуу оңай емес. Жалпы мынаны далаға да қағып алуға болады. Бөлек алынып. Сорып ала берейік. Опа! Алдым. Жалпы қартысы жақсы екен. Қазір мойсам дейтін рахат. Енді былай қарасаң, Альфардтарды мойкіде примерно 3,5-3 мың теңгеге жуат. Ақтауда енді 2 мың теңгеге жуатын да жері бар бір. Жалпы енді басым бөлігі қымбат. Минивэн деп 8 адамдық болғасын көп алады болмай ішінде. Одан да мысалы жаңағында 700 теңге салдық. Үші сыртын түртпейміз. Үшін сорып ала қоямыз. Қазір 800 теңге кетіп тұр ғой. Уақыт бітіп қалды деймін. Тағы 50 теңге салайық, сонымен жетеді сияқтысы меға. Ал бас жібер пылесосты. Иә. Енді жалпы бар ғой, мен өзім көп мойкалардың жуған ұнамайды. Енді көп машина жуғасын шашайды шығар балдар. Бірақ өзің жуғандай болмайды да. Өзің жусан кәдімгі қолын тазалап аласың ғой. Ар жағын астына ұмытып кетіппін. Артық сиденькісін жылдыртып жіберші. Ибош, сиденькісін жылдыртып жіберші. Алға. Қайт.
Mıyaqları da kaplı şu. Походу салып жібереміз ойдым, а? Мыяқта багажнигі нормально екен жалпы. Қалған. Мелочь тиындар бар еді, салып жіберейікші. Оппа, 20 теңге қабылдамайым дейді. Тағы да 50 теңге салып смело онда. Арқайын. Пылесос салып. Қара қалай терге түстім. Ё-моё. Мыяқтардың бәрі толтырып тастапты. Багажнигін ашып жібер. Болды. Жаңа салған ақшаның бәрі жетпей қалды. Енді мынаны трәпкімен тазалап аттық. Ең соңғы багажнигі қалды. Пылесосқа сонда 200 теңге салып тұр. Ана жаққа так 500, 100, 200. Общий 900 теңге. Болады енді, нормально. Бірақ мынаны қарашы. Жаман жерге түстім. Машина жуу оңай емес екен. Қара терге түстік қой. Оңай емес болғанда енді. Білем, постоянно жуып жүріп қой жалпы. Енді трактен сулап алайық. Сосын салон сүртіп алайық. Басын шаңғы өтті, біздің погода бар. Алмат жақтап көргеніміз. Постоянно шаңғы. Сол үшін енді осындай болады. Кезден ашып өргесің ғой жалпы. Егер осып қойсаң, көп шаңғыға бермейді. Ne geliyorsun? Sırası ne? Besta, besta.
Ал жігіттер біздер жуып болдық. Уақыт қарап жүрек айтпақшы. Так, 6:50-де келдік. Сағат 7:26. Машинаны пылесостадық, ішін сүрттік. Соның бәрін істеген кезде 26-36 минут кеткен ғой енді. Ішін сүртпей тек шайып алам десеңіз, онда бір примерно 15 минут жетеді екен, спокойно. Енді көріп тұрғандағыңыздай машина сүрткен жоқпыз. Не, көрсетіп жібер. Жалпы енді осмос дейтін көмектесетін сияқты. Кейбір жерлерінде енді іздер бар. Олай енді қатты көрінбейді, мына жерінде су аққан іздері бар. Өзің көлеңкеңнен. Олай жақсы енді. Терезелер әлі су болып тұр, каплялар көрініп тұр. Кузов. Енді жақсы сияқты мынау, осмос дейтін көмектесетін сияқты. Арттар енді мына жерлер жаңа енді кішкене асыққасын. Шайылмай қалыпты дұрыс. Или шайылғаннан кейін уже мына артындағы балшықтар аққан ғой мына жерлерге. Ой, осы енді. Ал енді міне бүгінгі тексеріс эксперимент. Жақсы өтті. Осмоспен жууға да болады, жумауға да болады енді. Сыртын сүртетін болсаңыз, Альфардтың жігіттері, жалын сәлем. Мына машина жуу қиын екен базар жоқ. Сыртын сүртетін болсаң, бітесің. Енді қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Алмаз Естурганов. Каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.